қайық және сал тақырыбына келетін бір олимпиадалық есепке талдау жасаймыз, яғни олимпиада дайындығы үшін ұсынылатын есеп. Әрине, видеоны бастамай тұрып, тіркеліп, тырсыз жүрек басып, досыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз, кеттік. Тіркеліп, досыңызбен бөлісіп болсаңыз, біз бастайық. Қараңыздар, мына жерде бізде берілген бұл есебіміз 7 сынып үшін ұсынылады, яғни 7 сыныпта олимпиадаға бағытталған есеп деп айтамыз. Бұл есепті бастамай тұрып, міндетті түрде осылай экранның алдына жақсы отырып алыңыз. Біз қазір барынша сізге түсінікті форматта түсіндірме жасаймыз. Яғни бүгінгі видеомыз сәл созылуы мүмкін, бірақ барынша осы есепті ашып көрсетуге тырысамыз. Яғни бұл есепті біз 7 сыныптарды дайындаған кезде осы бір есептерден бастаған абзал. Жол тақырыбына байланысты есепке ретінде ұсынуға болады, яғни. Енді қараңыздар, бізде қандай сұрақ келіп тұр? Моторлы қайық екі бекеттің арасын өзен ағысымен 3 сағатта дейді. Мына бетте қараңыздар, міне. Бізде өзен ағысы бойынша 3 сағатта жүрген. 3 сағатта жүреді. Ал сал дейді, осы екі бекеттің арасын 12 сағатта жүрген. Енді осы жерде бір нәрсені айтып өтейік. Сал дегеніміз не? Моторлы қайық дегеніміз не? Сал дегеніміз, мына бетте көріп тұрғандарыңыздай, суреттегі жағдаятқа көз жүгіртейікші. Суреттегі жағдаятқа көз жүгіртетін болсақ, міне сал. Бұл ешқандай мотор жоқ, жай ғана өзеннің ағысымен жүретін. Сізде дәл осындай күрделі қиын есепті жеңіл әрі тез шығаруды қаласаңыз, үйренгіңіз келсе, төмендегі біздің формула кітапты алуға кеңес береміз. Өзіміздің авторлық формула жинақ кітабымыз. Сіз үшін көмекші құрал боларыны толыққанды сеніммен айта аламыз. Бұл кішігірім реклама еді, кеттік жалғастырайық. Нені айтамыз? Қайықтың түрін айтамыз. Яғни бұл да мотор болмайды, жай ғана өзен қандай ағыспен жүреді, сол ағыспен жүретін қайықты айтамыз. Екіншісі, бұл моторлы қайық. Яғни бұл енді өзінің жылдамдығы бар, қоса өзеннің жылдамдығы бар деген сөз. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Демек, енді бізге айтады, егер дейді моторлы қайық екі бекеттің арасын, яғни кері қарай өзенге қарсы жүзетін болса, ол неше уақытта қайтадан артқа қарай қайтады дейді. Демек, мына бетте сызып қойайық, қараңыздар. Мысалы, мына жер А нүктесі болсын. А нүктесінен Б нүктесіне дейін аралық деп қоямыз. Осы аралықты біз жалпы жүрілген жол шамасы деп қарастырамыз. Бұл S, яғни аралығы S. Демек, егер бізде S1 деп алайын, өзен ағысымен жүзіп тұр ғой бізде, өзен ағысымен, яғни моторлы қайық бірінші өзен ағысымен жүзді. Ол не деген сөз? Бізде мына бетте ағысты қосамыз V қайықтың жылдамдығына, бағыттасы болған үшін көбейтеміз, яғни барған кездегі уақыт шамасы бұны 1 деп алайық. Екіншісі S2, бұл қарсы жүзеді. Яғни біз не істейміз? В ағыс азайту В қайық деп аламыз. Көбейтеміз Т2. Ал үшінші жағдаят, бұл енді салдың жағдаяты. Сал не істейді? Тек қана тынық суда сол өзеннің жылдамдығымен жүреді. Яғни S3 деп аламыз. Ол бізде В қайық көбейту Т3 болады. Бұл тынық судағысы. Енді аралықтары S барлығында бірдей болғандықтан біз былай істесек болады. Бірінші болып S1 мен S3-ті теңестірсек болады. Енді S1 дегеніміз V ағыс қосылған V қайық. Жақшаның сыртында Т1. Тең болады V қайық көбейту Т3 болады. Мәндерін орнына қоямыз. Сол кезде Т1-іміз бізде 3 сағатқа тең болып тұр ғой. Демек, оны бірден ашып жазайын мен. 3-ті көбейтемін V ағысқа, қосамын 3-ті көбейтемін неге? V қайыққа. Мына Т1-іміз 3-ке тең. Жерді Т1 деп қойайын. Ал мынау Т3-ке тең болады. Бізге Т2-ні табу керек. Өйткені қарсы қозғалған уақыт тең болады. Енді қараңыздар, V қайықты көбейтемін, Т3-ім 12 сағатқа тең екен. Демек, осы жерден мен мәндерді енді жинақтаймын. 3V ағысымыз тең болады. Мына беттегі
3v қайықты екінші бетке өткізетін болсам, минус болып өтеді. 12-ден 3-ті азайтатын болсам, менде әрине 9v қайық болады. Енді осы жерден v ағысты тапсам, не болады деген сөз? Бұл 3-ін мына бетке өткен кезде 3v қайыққа тең болады екен. Міне. Мен ағыстың несін таптым? Жылдамдығын таптым, достар. Ал енді осы ағыстың жылдамдығын қолдана отырып, қарсы жүзген кездегі уақыт табамыз. Ол үшін мен қазір былай істейін. Түсін өзгертіп алайын енді. Енді мен осы жерден нені қарастырамын? Екінші жағдаятты қарастырамын ғой. Қараңыздар. Ол бізде, қараңыздар, мына бетте S1 тең болады S2-ге. Демек, S1 менде неге тең еді? V ағыс қосамын V қайық, жақшаның сыртында Т1 еді, я? Тең болады V ағыс азайту V қайық, жақшаның сыртында Т2. Маған осы жерден Т2-ні табу керек. Демек, Т2-ні табатын болсам, мына бетте көбейту екінші бетке бөліміне түседі. Сол кезде, қараңыздар, V ағысты қосамын V қайыққа, көбейтемін Т1-ге. Оны бөлемін астында V ағыс азайту V қайық болады. Енді орындарына қоямын. Менде V ағысым 3V қайыққа тең. Демек, 3V қайық қосу V қайық. Жақшаның сыртында не бар менде? Т1 бар. Оны бөлемін астында V ағыстың орнына мен 3V қайық азайту V қайық деп аламын. Сол кезде жоғарыда менде 4V қайық болады, көбейтемін Т1-ге. Оны бөлемін астында 2V қайыққа. V қайықтар қысқарады, 2 мен 4 қысқарады, жоғарыда 2 қалады, сол кезде не болады деген сөз? 2 көбейту Т1 деген сөз. Менде Т1 неге тең еді? 3-ке тең еді. Демек, 2-ні көбейтем 3-ке, бұл 6 сағат. Демек, бізде мына бетте ағысқа қарсы моторлы қайық 6 сағатта қозғалады екен. Қараңыздар, біз сіздермен барынша ашып түсіндірме жасауға тырыстық. Сіздер үшін пайдалы болды деген ойдамыз. Яғни, осындай бағытта есептер талдау керек болса, міндетті түрде көбірек комментарийді жазамыз, лайк басамыз, досыңызбен бөлісеміз. Яғни, сіздерден бар ол осылай қолдау керек. Біз ары қарай жалғастыра береміз. Сіздер үшін пайдалы болды деген ойдамыз. Міндетті түрде біздің каналға тіркеліп, досыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Біз ары қарай дамуымызға сіз жай ғана осылай өз тарапыңыздан қолдау жасап отырсаңыз болды. Біз есеп талдай береміз. Жақсы, келесі осындай талдау есепте жолыққанша.